Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгін біздің жобамыздың тақырыбы смарт автосервис деп аталады. Дайындаған АЕ 114 студенттері жетекші Есенбекова Қарагөз Сәрсенқызы. Негізгі миссиямыз ол көлігіңізге қамқорлық, яғни жобаның мақсаты заманауи экологиялық және цифрлық есту ашу. Автокөлік иелері, негізгі клиенттер және есту жұмысшылары, механиктер, әкімшілік қабылдаушылары және қосалқы бөлшек жеткізушілер тұрақты тауар ағынын қамтамасыз етеді. Сақтандыру компаниялары келісімшарт арқылы клиенттерді бақтай алады. Және негізгі түрлері жөндеу жұмыстары, мысалы қозғалтқыш және трансмиссия тежегіш жүйелері. Техникалық қызмет көрсету, май ауыстыру және фильтр диагностика және кеңес беру, көлік жағдайын бағалау және техникалық кеңес. Біздің негізгі ресурстарымыз ол жабдықтар, мысалы автолифт, сканер, құрал саймандар және компрессорлар, және де ғимарат, жұмыс аймағы және күту залы. Мамандар, олар сертификатталған және диплом алған механиктер, ал IT жүйе клиент базасы мен онлайн жазылушыларды басқарып отыратын адам. Біздің құнды ұсынысымыз жылдам әрі сапалы жөндеу болып табылады. Және кепілдікпен қызмет көрсету, ыңғайлы жазылу және күту аймағы, күту залы болу, тегін Wi-Fi. Тұрақты клиенттерге жеңілдіктер, автокөлік тарихын сақтау, қай қызметтер көрсетілген, қай бөлшектер ауыстырылған, бәрін айтамыз. Экологиялық жауапкершілік, экологиялық майлар мен бөлшектерді қолдану, жасанды интеллект негізіндегі диагностика ақауларды тез әрі дәл анықтау. Автокөлік тарихы негізінде ұсыныстар. Келесі техникалық қызметте еске салу. Клиенттермен қарым-қатынас, жеке кеңес беру, телефон және онлайн жазылу және байланыс. Онлайн жазылу жүйесі, мобильді қосымша немесе сайт арқылы. Клиентке қызмет көрсету сапасын бағалау жүйесі, әлеуметтік желілерде жарнама. Мысал, Instagram, TikTok, Facebook деген сияқты. Жеңілдікпен акциялар, мысал, май ауыстыру 50% жеңілдікпен болып табылады. Біздің тұтынушы сегменттеріміз жеке автокөлік иелері, компания автопарктері, такси және жеткізу қызметтері, жаңа және тұрақты клиенттеріміз. Өткізу арналары эсто ғимараты, негізгі қызмет көрсету орнымыз, веб-сайт, қосымша онлайн брондау болып табылады. Әлеуметтік желілер, жарнама, клиент тарту, бағана айтып кеткендей Instagram, TikTok, Facebook деген сияқты. Және де біздің геолокациямызды табу арқылы туристке жазса болады. Біздің шығындарымыз, бастапқы шығынымыз 5 миллион 800 мың, айлық шығынымыз 2 миллион 150 мың болып табылады, ал біздің жылдық шығынымыз 25 миллион 800 мың. Шағындары, мысалы біздің айлық табысымыз 3 миллион 500-ді құратын болса, таза пайда миллион 350 мың. Таза жылдық табыс 42 миллион болатын болса, жылдық таза пайда 16 миллион 200.